Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 152-ші сабақ жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару тақырыбы. Бірінші тапсырма. Берілген деректерді пайдаланып есептер құрастыр. 45 бала бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. Есеп құрастырамыз. Балалардың саны 45. Бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. Ересектердің саны белгісіз. Және барлық адам санын анықтау керек. Әдетте 3 есе артық десе көбейту амалын қолданатын едік. Бірақ бұл жанама есеп болғандықтан бұл жерде ересектер балалардан 3 есе кем болып тұр. Сондықтан 45-ті 3-ке бөлеміз. 45 бөлу 3 тең 15 болады. Бұл ересектердің саны. Енді барлық адамды анықтау үшін балалар мен ересектердің санын қосамыз. Балалар 45 қосу, ересектер 15 адам. 45 қосу 15 тең 60 болады. Жауабы барлығы 60 адам. Келесі 25 минут бұл жаяу жүргеннен 5 есе кем. Есеп құрастырамыз. Жүгірді 25 минут. Бұл жаяу жүргенге қарағанда 5 есе кем. Неше минут жаяу жүрді? Оны анықтау үшін 25-ті 5-ке көбейтеміз. 25 көбейту 5 тең 125 болады. Жауабы 125 минут жүрді. Екінші тапсырма. Есептерді шығар. А есебі: орталық музейге түске дейін 205 бала келді. Бұл түстен кейін келген балалардан 68-ге артық. Музейге барлығы неше бала келді? Ең алдымен түстен кейін келген балалардың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 205-тен 68-ді азайтамыз. 137 болады. Енді музейге келген барлық баланы анықтау үшін түске дейін 205 бала келген, түстен кейін 137 бала келген. Осыларды қосамыз. Екеуін қосқанда 342 болады. Жауабы: музейге барлығы 342 бала келді. Ә есебі: ұлттық кітапхананың өнер бөлімінде бір күнде 160 оқырман болды. Бұл мультимедиа бөлімінде болған оқырмандардан 4 есе артық. Ал мультимедиа және өнер бөлімінде қанша болса, Қазақстан кітаптары бөлімінде сонша оқырман болады. Қазақстан кітаптары бөліміне қанша оқырман келді? Ең алдымен мультимедиа бөліміндегі оқырмандардың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 160-ты 4-ке бөлеміз. 160 бөлу 4 тең 40 болады. Ал Қазақстан кітаптары бөлімін анықтау үшін өнер бөлімі мен мультимедиа бөлімін қосамыз. Өнер бөлімі 160, оған қосамыз мультимедиа бөлімі 40 оқырман. 160 қосу 40 тең 200 болады. Жауабы: Қазақстан кітаптары бөліміне 200 оқырман келді. Үшінші тапсырма. Сызбалар бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бірінші күні 250 кітап, екінші күні 200 кітап әкелінді. Бірінші күні неше кітап артық әкелінді? Оны анықтау үшін үлкенінен кішісін азайтамыз. 250-ден 200-ді азайтамыз. Тең 50 болады. Жауабы: 50 кітап артық әкелінді. Ә есебі: мектеп кітапханасында ағылшын тілінде 145 кітап бар. Бұл қазақ тілді кітаптарға қарағанда 3 есе кем. Қазақ тіліндегі кітаптардың саны белгісіз,
және кітапханада барлығы неше кітап бар. Соны анықтау керек. Ең алдымен қазақ тіліндегі кітаптардың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 145-ті 3-ке көбейтеміз. 435 болады. Бұл қазақ тілінде кітаптардың саны. Енді барлық кітапты анықтау үшін 145-ке 435-ті қосамыз. 580 болады. Жауабы барлығы 580 кітап. 4-ші тапсырма. Оқы. Есепті шығарғанға дейін жауабындағы сан 300-ден артық болады деп болжауға болама. Есепті шығар. Театрдың жанына 150 қайың көшеті, ал терек көшеті одан 2 есе артық отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Жауабындағы сан 300-ден артық болады деп болжауға болама. Болжауға болады. Өйткені қайың көшеті 150, ал терек одан 2 есе артық. Сонда 150-ді 2 есе арттырғанда 300 болады. Сонда тек теректің өзі 300 болады. Ал оған қайыңды қосқанда әрине 300-ден артық болады деп болжауға болады. Ең алдымен терек көшетін анықтаймыз. Оны анықтау үшін қайыңды 2 есе арттырамыз. 150 көбейту 2 тең 300 болады. Ал барлық көшетті анықтау үшін қайыңға терек көшетін қосамыз. Тең 450 болады. Жауабы барлығы 450 көшет отырғызылды. 5-ші тапсырма. А есебі. Кесте бойынша Әлияның отбасы мүшелері бос уақыттарында немен айналысқанды ұнататынын анықта. Пиктограмма бойынша сұрақтар құрастыр. Оны топ мүшелеріне қой. Пиктограммаға қараймыз. Мұнда Әлияның атасы теледидар көргенді, футбол көргенді, кітап оқығанды және саябақта серуендегенді ұнатады екен. Дәл осылай басқа отбасы мүшелерін де анықтауға болады. Енді пиктограмма бойынша сұрақтар құрастырайық. Әлияның отбасында кімдер теледидар көргенді ұнатады? Олар атасы, анасы, әкесі және сіңлісі екен. Келесі сұрақ. Әлияның отбасында футбол көргенді кімдер ұнатады? Ол атасы, әкесі және інісі екен. Өздерің осылай әртүрлі сұрақтар құрастырсаңдар болады. 6-шы тапсырма. Заңдылықты анықта. Және 2 жағына 2 цифрдан жазып, қатарды толықтыр. А нұсқасында 5, 7, 9 сандары берілген. Бұлар тақ сандар және олардың арасынан бір-бір сан қалып отырған. Сонда 5-тің алдына 4-ті жазбаймыз, 3-ті жазамыз, 2-ні жазбаймыз, 1-ді жазамыз. Ал 9-дан кейін 10-ды қалдырып, 11-ді жазамыз, 12-ні қалдырып, 13 санын жазамыз. Сонда мұндағы заңдылық тақ сандар қатары. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 сандары. Енді ә нұсқасына қараймыз. Мұнда 5, 6, 9, 10 сандары берілген. Сонда 5 пен 6 қатар тұр. Одан кейін 7, 8 жазылмаған, ал 9 пен 10 қатар тұр. Демек, әр 2 саннан кейін 2 сан қалып отырған. Сонда 5-тің алдында 4 пен 3-ті жазбаймыз, 1 мен 2-ні жазамыз. 1, 2. Ал мұнда 10-нан кейін 11, 12-ні жазбаймыз, 13, 14-ті жазамыз. Сонда 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 сандары болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды.
Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.